Сәлем достар! Бүгін сіздермен үй жағдайында дәмі тілді үйретін, бір жасағаннан керемет болатын пицца дайындаймыз. Алдымен жылы суымызға қант және дәміне қаратып тұз салып араластырамыз. Артынан дрожжымызды салып, тағы да жақсылап араластырып, 15 минутқа жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. 15 минутта реакция жүріп, осылай дрожжымыз көпіршіктенеді. Оның үстіне сұйық майымызды құйып, ұн салып, қамыр илейміз. Дайын қамырымызды тағы да жылы жерге 2 сағатқа бетін жауып қоямыз. Қамыр осылай көтерілгеннен кейін, 2 сағаттан кейін, қолымызға сұйық майымызды құйып, табаншаға осылай ешқандай оқтау, ешнәрсе қажет жоқ. Қолымызбен біркелкі етіп жайып шығамыз, дөңгелетіп. Мен жайып болдым қамырымды. Енді майонез бен кетчупты араластырып, қамырдың бетіне жағамыз. Мен ең алдымен сыр салдым. Сіздер өздеріңіздің қалаған заттарыңызды пайдалансаңыздар болады пиццаға. Одан кейін колбаса, сосын окрачка қолдандым мен. Окрачканы кішкене ғана отқа қуырып алдым. Ең жоғарысына тағы да сыр септім. Сіздер қаласаңыздар, қызанақ қосуларыңызға да болады, болгарский қосуларыңызға да болады, фаршпен жасауға да болады. Осылай пиццамызды жарты сағатқа қызып тұрған 180 градустағы печкамызға салып аламыз. Достар, пиццамыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.